Бизнес на расслабоне. Бизнес на расслабоне деген бар ма өзі? Біреу айтады, пахать. Надо пахать. Біреу айтады, не надо пахать. Надо пахать. Біреу айтады, давай, жұмыс істе дейді. Осыны дұрыстап түсініп алсақ. Бизнес на расслабоне бар. Ассаламағалейкум. Мен Азамат Серікұлы. Тендер жаса компаниясының негізін қалаушы. Мыңбатыр даму орталығы. Мыңбатыр Қазақстан тендері біздікі ме? 13 жобаның инвесторы БТР Моторс автокөліктер, автосупермаркет. БТР Моторс компаниясының алғашқы автокөліктерінің бірі. Қараңыз, бизнес на расслабоне қай кезде болады? Мен өзімнен примерлер келтірген жақсы көрем, және өмірде жетістікке жеткен қаншама тұлғалардан пример алғанды жақсы көрем. Сол үшін бизнес на расслабоне түсініп алсақ. Бизнес на расслабоне дегеніміз қай кезде келеді? Қараңыз, ол әркімге әртүрлі жағдаймен. Мысалы, сізде оборот жоқ. Бизнес на расслабонеде аңсамаңыз. Сіз нольда тұрсыз. Бизнес на расслабоне аңсамаңыз. Минуста тұрсыз. Бизнес на расслабоне аңсамаңыз. Кішкене плюста тұрсыз. 10 миллион ғана оборот бар. Бизнес на расслабоне аңсамаңыз. $1 миллион от бизнес на расслабоне. Кеткенді. Рет-ретмен келтірейік. Қалай? Қараңыз, бастапқыда көбісі айтады, мен бір жерде жұмыс жасап жүрмін. Немесе айлықта командировкада жүрмін. Немесе бір компанияға енді кірдім. Менде ешқандай расслабон болмайды ол. Қараңыз, алғашқыда бизнес на расслабоне жасау үшін сіз опытыңызды жинау керексіз. Мысалы, 5 жыл көп десеңіз 3 жыл, 3 жыл көп десеңіз 1 жыл. Адамдарда 3 жыл өзін жасауға уақыт жоқ, бірақ 40 жыл жұмысқа баруға уақыт табады деген цитата мені қатты өзгерткен болатын. Сол үшін жасыңызға қараңыз. Егер сіз тез өскіңіз келсе, қандай да бір системамен жетілгіңіз келсе, кезек-кезегімен түсініп алсаңыз. Сол опыт. Мысалы, мен 5 жылда бір салада опытым болса, 5 жылда бірнеше салада опытым болса, одан мен бизнес на расслабоне жасауыма болады. Оған да уақыт керек. Мен қазір емес, бизнес на расслабоне уақытпен таңдауым керек. 5 жылдан кейін бизнес на расслабоне. Қазір бірақ опытқа. Әсіресе жастарға айтушы едім, сенің алдында карьерный рост беретін орталық болса, бұл жерде пахать ет. Болды. 10 десе 15 артық істепсі. 2 десе 5 әкеп таста. Артығымен өз уақытың салып тұрып, өзіңнің опытыңа арта еңбек ет. Опыт қымбат алады, жақсы төлейді. Бизнес на расслабоне сіздің негізгі бұрынғы саладағы опытыңыз. Енді осыны тендерде келтірейін. Егер жасыңыз 35-те болса, сіз 20 жастан алайын, 15 жылың ішінде бірнеше салада маман иесі болдыңыз. Қазақ өтірік емес, бизнестен басқасының барлығын істеген қаншама досым бар. Сварканы істей салған, ремонт жасай салған, машинаны жөндей салған, варит ете салған, реттей салған, холодильникті өз-өзіне келтіре салған, қандай да бір қызметті істеп бере салған, жұмысты жасап бере салған. Осы нәрселердің барлығы тендерде опыт ретінде сұралып тұр. Тендер бұл сіздің бұрынғы саладағы опытыңыз. Ойлаңыз, күніне 10 мың заказ опыттар шығуда. Мен бір жерден алған бір күрегімнің өзі тендерде сұралып тұр. Мен осының барлығын опытым арқылы табысыма айналдыра аламын. Бұл алғашқыда бизнес на расслабоне бермейді. Мен оның барлығын өзім барып алуым керек. Мен ең алғаш өзім бастайын да. 40 күн жаяу аралап, ең алғашқы объявление таратып, ремонт жасайым, қырам жояйым деп, мен объявление арқылы бір ремонт түсірген болатын. Ойлаңыз, 40 күн жаяу. Жай жүріс жоқ. Әр этажға шығып, 15-20 этажға дейін жабыстырып шығасың. Сіздердің осы жердегі біраздарыңызға 3 күн жүр десе жүрмеуші меніңіздер. Бірақ менде бір сенім ғана болды. Ол кезде расслабон болған жоқ.
Бірақ мен 40 күннен кейін бір объем жұмысын алғанда, менде бригада кіргізу мүмкіндігі ашылды. Содан кейін мен бір расслабился. Бұл жеміс, қараңыз, 40 күн дегенде 1 миллион теңге ұстап алғандай жеміс жай ғана объявлениеден звонок түскен кезде. Бұл опыт. Өзім істеген стройканы бригада ұстап опытқа айландыра алдым. Аллаға шүкір, сол опыттан базардан бір-екі рет сауда жасап, қолыма тиын тебен жинап, базарға кіруге тырыстым. Базардан сауда жасағаннан біреудің контейнер сатам деген естіп қап, қолыма 200 мың теңгемен сол жерден контейнер алуға тырыстым. Базарға кірдім, бірақ не сатам, қайдан алам түсініп жатқан жоқпын. Базарда тендер сияқты ашық тұр. Екінің бірі кіріп кетіп, саудасын жасап кетпейді. Өйткені қайдан алатын бағытта ашу керексіз. Бірақ жанталас, анаған барып, қайдан аласыз, не сатасыз, анаған барып, не сатасыз, қайдан аласыз деп жүріп, арттан складтардан ламинаттың 5 образцін қарызға алып, соны сатудан бастаған болды. Енді қараңыз, бұл базардағы опыт сату, склад ашу мүмкіндігін ашып берді. 1,5 жыл жаяу складтарды аралап, әрине күнде емес, керек кездерінде. Складтарды Астана қаласы бойынша 90% складын аша алдым. Бизнес расслабоны әлі келген жоқпын. Бұл 3-ші жыл бизнестегі опыт келе жатыр. Тендер саласына кіруге тура келді. Кіре салғанда да расслабон жоқ. Бірақ жалғыз кіріп, бір жылдың ішінде 25 миллион деп қойып, Аллаға шүкір, ар жақ бер жағына жетіп алдым. Командамен кіріп, соны 10 еселей алдық. Қазір Қазақстан бойынша енді бұл опыттың барлығы бизнестің расслабон жемісін беріп тұр. Өйткені кез келген поставщиктен, Аллаға шүкір, звондап: алло, бәке, салам алейкум. Анан бағасы қанша? Қазір газель келеді. 1800 штук салып жеріндеші деп, мен теп жібере аламын. Бизнестің расслабон. Бәке, біреу кел жатыр, үстінен 400 теңгеден қосып 700 штук жібере салыңдашы. Қазір алып кетеді. Сөйтіп жібере аламын. Бұл расслабон. Өйткені бұрынғы опыт расслабить етуге жемісін беріп тұр. Аллаға шүкір, қазір инвестор санасын қалыптастырғаннан кейін 13 жобада инвестиция беру бағыттарын аша алып отыр. Бұл часовой механизм. Бұл жерде мен мақтанайын деп тұрған жоқ. Бұның барлығы, қараңыз, бұрынғы сіздің салаңыздағы опытыңыздың барлығын енді мән беріп, не үшін жасап жатқаныңызды опытқа жасап жатсаңыз, сіз міндетті түрде бизнестің расслабонға түсесіз. Бизнестің расслабоны деген негізгі нағыз бизнес, кофемен шешілетін бизнес. Бірақ ол сіз келген кезде түсіндіре алмауы мүмкін. Кофе басында, кофе ішіп отқанда не керегін? Қазір бір кездесу $1 миллион тұрады деп айта аламын. Өйткені ондай кездесулер Аллаға шүкір болып жатыр. Жай ғана кездесудің арқасында үлкен бір мәселені шешіп, үлкен жобаны қалыптастырып, серіктес формуласын құрып. Бірақ осыдан 7 жыл бұрын мен айтқан кезде ол адам мені тыңдаушы ма еді? Жоқ. Қумаш деп. Бара қойшы, әне жерге. Ойланшы, салмағың 55 килограмм, $1 миллион әңгімесін айтып тұрсам, мені тыңдаушы ма еді? Бара қойшы дейді, ана жаққа баршы. Бизнестің расслабонге маған 7 жыл қажет болды. 7 жыл. Аллаға шүкір, қазір ұшып қонып Қазақстанның әрбір түкпірінде үлкен жобаларымызды қалыптастырудамын. Оны сіз де істей аласыз. Бірақ қазіргі істеп жатқаныңыз, қазіргі дайындығыңыз дәп сізге көмектеседі. Расслабон бірден жасамаңыз. Адамдарда 3 жыл емес, 5 жыл кетсе де бұл аздық етеді. Қазір де тоқтамаймыз. Аллаға шүкір. Анда бар көрік, мында бар көрік, келісімшарт жасау керек, реттеу керек. Оның барлығы жеңіл шешіледі, бұрынғы опытқа байланысты. Сол үшін қаншама жыл стройка істеп жүріп, уақытша жүргендер қаншама. Шынымен де сол үшін айтатын, берілу. Кез келген бизнесте беріліп тұрып жұмыс жасап, келесі трамплинге өте алсаңыз, ол жеміс бизнестің расслабонмен қалып келеді. Пахать, не надо пахать. Работай деген осы кезде енді болады. Сол үшін кей адамдарды дұрыстап түсініп алсаңыздар. Әркім өзінің деңгейіне қаратай сабақ айтады.
Ол сізге келе ма, сіздің көрпеңізге қартай көсіле ма, соны үйреніп алыңыз. Бастысы осы. Ақша әркімде әртүрлі. Сізде мысалы 10 миллион бар, 100 миллион бар, 50 миллион бар, 500 миллион бар. Бірақ оны да дұрыс бизнес на расслабоне ауыстыра алу керек. Өйткені барды тауып, сақтап, еселей алу бұл өте маңызды. Сол үшін бізде бизнес жоба VIP инвестор деген жобамыз қалыптасқан. VIP инвестор жобасын алғыңыз келсе, төменде номер тұр. VIP инвестор деп жазып жіберіңіз сол номерге. VIP инвестор болғым келеді деп. Сол номерге WhatsApp-қа шығып, мен VIP инвестор. Бірақ ол үшін жоқ дегенде сізде 2 миллионнан жоғары оборот болу керек. Мен сізге мықты шаблон дайындап бере аламын. Қалай VIP инвестор болу керек. Нарықта бірнеше жобаның инвестор болып қалыптаса аласыз. Түсіндіре алдым ба? Қандай да бір ойым сізге жетсе, төменге өз ойыңызды айта кетсеңіз. Бизнес на расслабоне дегенді қалай түсінесіз? Немесе бизнес на расслабоне деген бар ма? Яғни демалып жүріп, кайфовать етіп жүріп, бизнес жасау мүмкін ба? 2 жыл окоп, армия деген өзім жобамда қалыптастырғам. Қазір бізде 1 жыл окоп деген система бар. Яғни жабылу керексіз. Жұрт не деп жатыр, тоқтайсыз да тек қана тірлікпен айналысасыз. Сізді сындырғысы келетін адамдар өте көп болады. Өз мүмкіндігіңізді көру үшін кей пессимизм қоғамнан жабылу керек. Одан кейін сізге айта алмайды, ананы істей алмайсың, мынаны істей алмайсың. Қазір Аллаға шүкір, мен салон ашам десең де, аша аласың дейді. Ал осыдан 7 жыл бұрын айтып көрейінші, автосалон ашам деп. Точно осы сөзді естисіз. Қумас деген. Сол үшін сіздің опытыңыз, сіздің сеніміңіз ол бизнестің расслабонеге алып келеді. Қазір тыңдамаңыз, оборотқа қартай көсіліңіз. Мүмкіндікке қартай аша біліңіз. Қарым-қатынас, адамдармен коммуникация, яғни қарым-қатынасты дұрыстауды орнатыңыз. Болды, береріңіз көп болсын. Опыт алмасыңыз. Осы бизнестің расслабонеге алып келеді. Әр қазақ инвестор болсын. Менің жеке принципім инвестор бол. Қалтамызда қанша бар, соны инвестицияға кіргізіп, содан кішкентай болсын доход системасын алып келу. Алдыңызға карьерный рост өзіңізге өзіңіз жасау. Біздің бүкіл компанияның жүйесі сондай. Біз серіктестік формуласын ұсынамыз, бірге жасау үлгісі арқылы. Бірге жасау үлгісін көрсетеміз, солай біз сіздермен бірге бірігіп жасағымыз келеді. Әр істі. Сол үшін бизнестің расслабонеге келеміз. Уақыт келеді. Бізде 2 жылдан кейін жетіп жатқандар бар. 1 жылда қалыптасып қалғандар бар. Өте маңызды, бізбен бірге дамығыңыз келсе, төмендегі номерге хабарласыңыз. VIP инвестор боламын десеңіз, 2 миллионнан жоғары оборот болу керек. Сол кезде біз бастаймыз ол программа. Сізбен бірге. VIP жобамызға келсеңіз, инвестицияның чарттарын, часовой механизм, ақша обороттың бірінен кейін біріне талшық беріп тұратын системасын құра аласыз. Лайк басыңыз, колокольчикті басып жазылып алыңыз. Бұл каналдан көптеген ақпараттар аласыз. Жан-жағыңызға жіберіп қойыңыз. Сізде поделиться деген кнопка бар. Таратып қойыңыз. Қаншама группаларға, әр қазағым, жалғызым деген адамдарға, досым деген, бірге дамығым келеді деген адамдардың барлығына жіберіңіз. Ашық болған сайын, берген сайын береке артады. Бизнестің расслабоне бөліс алу. Амандықта, саулықта кездескенше. Күндеріңіз сәтті болсын, табыстарыңыз молынан болсын. Биылғы жыл сізге $1 миллион алып келетін идея алып келсін, бизнес алып келсін, немесе соған қалыптастыратын жол көрсетсін. Аман болыңыз, сау болыңыз. Бизнестің расслабоне.